JavaScript арқылы қалай тудушка жасауға болады. Тудушка деп отырғанымыз міне осындай да жазамыз, осылай баса береміз. Атайтып тұрғандай, бұл жай ғана to-do list жасауға арналған. Біз, яғни to-do list приложениясы, біз осыны JavaScript арқылы жазып көреміз. Қалай екенін басынан соңына дейін мен көрсетемін. Ол приложение дәл осындай болады, мен алдын ала жасап көрдім. Бұл жерде мынаны басқан кезде мына қосылады, қажет емес болған жағдайда жоя аламыз. Және мына жерде міне екеу деп тұр, жойған кезде біреу болады, нөл болады деген секілді. Енді мынаны басқан кезде қосылады, немесе былай жазамыз да Enter'ді басамыз, сол кезде бұл задача қосылады. Ол үшін бірінші не істеймін? Мен бірінші бұл жерде мынау тудушка бар, мен алдын ала жазып қойдым. Мына жерден біз нөлден бастап жазатын боламыз. Ол үшін мен осы VS Code қолданамын, және VS Code'та арнайы плагин бар. Жоқ, Go to Live емес, Live Server деп аталады. Мен басқасымен шатастырмын. Осындай болу керек, біз осыны скачать етіп аламыз. Оны скачать еткеннен кейін бізде осындай HTML мына жерде мынадай болады. Мынадай не болады, текст пайда болады. Go to Live деген. Осыны басамыз, сол кезде мына HTML страница бізде браузерде ашылады. Яғни жұмыс жасау ыңғайлы болу үшін біз осылай қолданайық. Қандай да бір мына жерге изменение жасайтын болсақ, мысалға осылай, сондай жағдайда мына жақта міне пайда болады. Осыны ашамыз да былай қояйық, мынау былай тұрсын. Жұмыс жасау ыңғайлы болуы үшін әрине. Енді бірінші біз не істеуіміз керек? Осындай HTML код жаздым. Бұл HTML кодты, VS кодты жаңа бүйтіп леп белгісін жазып, тапты басып жіберсек, осындай шығады. Енді біз стильдерді қосайық. Мына жерде байқаған болсаңыздар, біз Bootstrap қолдандық. Bootstrap деген CSS фреймворк. Ол үшін біз мына Google-ге кіреміз де, Google-ге Bootstrap CDN деп жазамыз. Бұл арнайы Bootstrap фреймворкын қосамыз осылай өзіміздің проектімізге. Осы жерде міне bootstrapcdn.com деген бар, мына жерде CSS деген бар. Біз осыны көшіріп аламыз. Именно мына HTML тек. Осының үстін басқан кезде міне көшірілді деп шығарады. Және осыны аламыз и осы жерге қосайық. Осылай жаздық. Енді мына жерде әрине ештеңе көрінбейді. Ол үшін біз бірдеңелер жазып керек. Жарайды, бұл ыңғайлы болу. Бізге осылай ыңғайлы екен, осылай қояйық. Мына жерге тудушка деп қояйық. Туду және Bootstrap'та контейнер деген бар. Контейнер, және бізге текст жаңағы тудушканы жазатын input керек. Ол үшін input деп жаздық, және текст болады класс. Қазір Bootstrap'тың стилін көреміз. Form control. Егер Bootstrap'ты білмейтін болсаңыз, мына жерде қалай жаздым, соны көшіріп жаза берсеңіз болады. Так, form control дегенді қате жазған сияқтым. Form control. Бізде міне осылай шығады. Егер осылай шығатын болса, бұл дұрыс. Bootstrap жаңағыдай болып тұрады. Егер Bootstrap қолданбаған жағдайда мынадай міне хрен, өте сондай уродливый көрінеді бәрі. И Bootstrap қойған жағдайда міне осындай өте классный сондай. Әрі қарай жай ғана HTML, мысалға Enter to do. Енді мен тез болу үшін шрифт басқа тілге өзгертпей-ақ осылай жаза берейін. Мына жерде міне Enter to do деп шықты. Кішкене жоғарғы бөліктерін сұрайық. Ол үшін Bootstrap'та margin top деген бар. Яғни CSS-та бар, Bootstrap'та арнайы класс бар. Margin top дегенді білдіреді 3. Сондай жағдайда міне осылай шығады. Және оны қосатын батырма болу керек. Ол батырманың да стилін біз btn мысалға success деп берейік и enter. Немесе add. Add деген енді қосу басқа деп жаза берсеңіз болады. Сондай жағдайда міне осылай шығады. Енді екеуі бірігіп тұру үшін проблема жоқ. Input group деген классты қолданамыз. Міне дәл осылай шығады. Мына жерге тапсырма жазамыз, мынаны басқан кезде астына шығу керек. Енді астына шығатын бізде задачалар қандай болады? Bootstrap'та да арнайы элементтер бар. Ол үшін біз жаңадан задачаларды осы жерге жазамыз. Мен алдын ала дайындаған кодымды мына жерге жазып қойдым. Бұл жерде жай ғана ID болады.
мынау ID task count дегенге тең. Бұл арқылы, бұл ID арқылы біз осы элементке доступ аламыз. Одан кейін келесі ID бар. Бұл ID арқылы мына жерге қосылған задачаларға біз доступ аламыз. Ол осындай класс болады. Бұл list group деген мына задачаларды алдындағыдай ыңғайлы қылып шығару үшін осындай класс бар. Өзі сондай стильдер қысқасы. Одан кейін біздің арнайы задачалар осындай болады. Осындай класста, яғни қазір қосып көрсететін болсам, ол задачалар міне осылай тұрады. Мына жерде мысалға айталық, task. Сондай жағдайда біздің задачалар міне дәл осылай сақталу керек. Оның стилі міне дәл осындай, яғни мына жерде list group item деген осындай стиль береді оған. Мына қызыл болып тұрған, бұл жай ғана ішінде міне батырма бар. Мыналар кішкене түсініксіз болмау үшін уақытша алып тастайық. Осындай қысқасы болуы керек. Мынаны дәл осылай жазамыз. Енді бұл жерде біз шаблон жағын реттедік. Әрі қарай JavaScript-ке кірісеміз. Енді мына жағын келтіру өте оңай. JavaScript арқылы мынаны басқан кезде задачалар қосылу керек, мынаны басқан кезде бұл жойылуы керек. Ол үшін біз не істейміз? Мына жерде мен JS файл аштым. Мына жақтан да JS файл ашуымыз керек. App.js. Енді scripts.js па, app.js кейбіреулерде басқа болуы мүмкін. Қалай ыңғайлы солай қосамыз. Ол JS файлды осы HTML-ге қосуымыз керек. Ол үшін осындай тек жазамыз. Бұның сәтті қосылғанын көру үшін өте простой прием бар. Alert 1 деп жазамыз. Бізде міне осындай 1 деген шықты. Егер бұл 1 деген шыққан болса, демек бәрі дұрыс деген сөз. Енді біз әрі қарай не істейміз? Бізде бірінші задача мынаны басқанда біз обработка жасауымыз керек. Осыны басқан кезде мына жерге жазылған текстті алуымыз керек. Ол үшін бірінші осы элементтерге доступ алайық. Енді біз арнайы функция ашайық JavaScript-те. Бұл задачаларға басқан кезде обработка жасау үшін add task деген болады. Енді бұл функция не істейді? Бұл функция мынаны басқан кезде мына жерге енгізілгендерді астына шығару керек. Ол үшін біз add task деп жаздық. Мына жерге мысалға ол былай. Alert мысалға add task. Мына батырманы басқан кезде бұл орындалу керек. Ол үшін біз on click деген осындай атрибут бар. Соған add task деп жазамыз. Add task деп жазамыз. Әрі қарай мына alert орындалады қазір. Міне осындай жағдайда міне осы орындалды. Енді бұны басқан кезде біз осы жерге енгізілген текстті алуымыз керек. Ол текстті біз қалай аламыз? Оны алу ыңғайлы болу үшін біз мына жерге жай ғана идентификатор берейік. Мысалға passed task. Passed task. Енді оны басында ыңғайлы болу үшін біз бұған JavaScript арқылы доступ алуымыз керек. Ол үшін passed task element тең болады document get element by ID. Get element by ID деген осы ID бойынша белгілі бір элементтерді аламыз. Мынау бар деген секілді. Енді біз осы passed task деп жазамыз. Сол кезде біз именно осы элементке доступ аламыз. Және осылай. Енді мына жерде жазылған осы функция орындалған кезде осыған берілген осы элементтегі мына текст енгізілген текстті біз консольге шығарайық. Консоль деп отырғанымыз мына жақта міне осы жерге. Яғни осылай тестілеп көруге болады. Passed task element және value деп жаздым. Сондай жағдайда бізде қазір осылай жазамыз. Сол кезде міне консольге осы текст шығады. Біз просто мына элементке доступ алдық. И value деген осының ішінде қандай значение бар. Мына значение соған доступ алады. Міне осылай. Енді әрі қарай бұл енгізілген тексттерді мына астына былай қоюымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Және мынаға элементтерге де доступ алуымыз керек. Мынаны кетіріп, мына жерде мысалға task list бар. Бұған да жеке доступ алайық. Const task list element. Енді қалай атайсыз өзіңіз білесіз. Get element by ID. Task list.
біз осыған қосуымыз керек. Оны біз қалай қосамыз? Мынаны уақытша мен комментарийге алып қояйын. Немесе уақытша кетіре тұрайық. Мына элементті жаздым, және біз осы жерде inner HTML бар. Inner HTML деген мынаның ішінде орналасқан бүкіл ішіне қысқасы HTML кодтарды қосуға болады. Немесе inner text деген бар, ондай жағдайда тек қана текст қосылады. Біз inner HTML деп жазамыз, және мен осылай таскты қостым. Егер біз қазір жазып enterді басатын болсақ, бізде міне дәл осылай шығады. Міне дәл осылай. Мына жерде мысалға тағы бір задача қостық, одан кейін тағы бір задача қостық, одан кейін барып тағы бір задача қостық. Перезагрузка жасағаннан кейін кетеді. Міне осылай. 1-1-1. Міне осылай. Міне осылай кете береді. Енді бұл жерге біз жаңағыдай HTML қосуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Бізде арнайы шаблон бар. Бұл осылай болу керек. Мен бұны жеке HTML түрінде не үшін жазғанын қазір көрсетемін. Біз бірінші осындай код жазамыз. Мына жерде қалай жазылу тұр, сізде осылай алсаңыз болады. Мына жерге жаңадан HTML файл ашайық. Task item немесе былай. Task item HTML, және осы жерде міне осылай тұрады. Мына on click деген уақытша алып тастай тұрайын, бірақ оны қазір жазамыз. Оны мен не үшін жазғанымды кейін көрсетемін. Бізде келесі задача қандай? Біз осыны алуымыз керек. Және мына жерде task деген бар. Бұған мына жерде пользователь қандай текст енгізді, соған замена жасап, мына жерге оны шығаруымыз керек. Бұл жағы өте оңай. JavaScript'те fetch деген функция бар. Біз сол арқылы мына HTML-ды бірінші жүктеп алуымыз керек. Const fetch деп жазамыз да, және мына жерде мынаның атын жазайық. Міне осылай жаздым. Сондай жағдайда біз осы файлды жүктейміз. Бұл файлдың ішінде бізге жай ғана керегі ішіндегі текст. Сондықтан біз былай істейік. Let деп жазамыз, және task item тең болады task item текст. Сондай жағдайда осының ішіндегі, яғни мыналарды ғана бізге қайтарады. Енді JavaScript'те async деген бар. Бұл асинхронды функция. Мына жерге біз await деп жазамыз, яғни мынау асинхронды функция болады. Бірақ мына жерге келгенде мынаның жүктелгенін күтіп тұрады. Ал енді біз мынаны жазбайтын болсақ, мұнда мынаны алып тастауға тура келеді. Ал енді мынау дұрыс орындалу үшін мына жерде then деген бар. Қысқасы былай да жаза салуға болады, бірақ олай жазу өте ыңғайсыз менің ойымша. Сондықтан пока что біз осылай жазайық. Бізге осы шаблонды қайтарады. Бізде келесі задача қандай? Келесі задача бізде былай. Осы шаблонды аламыз. Осы шаблонның ішінде бізде JavaScript'те replace деген функция бар. Replace деп жазамыз. Replace. Және мынаның ішінде арнайы task деген осындай бар. Енді бұл шағын шаблонизатор сияқты жұмыс жасайды. Осы task дегенді біз қолданушы енгізген задачаға ауыстыруымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Мынаны жазамыз task деп. Және ол task бізде тең болады. Мына қолданушы түсінікті болу үшін task text деп қояйық. Task текстқа тең. Сондай жағдайда біз тексеріп көрейік қалай шығатынын. Бізде ошибка шықты. Иә. Мен мына жерге await деп жазуды ұмытып кетіппін. Бұған да await жазамыз, себебі мынаны жүктелуді бұл күте тұруға тура келеді, жүктелгенін. Тағы да көрейік. Бізде сондай жағдайда міне дәл осылай шығады. 1-1-1 деп жаздым, және мынау былай, және мынау былай. Яғни задачалар міне сәтті қосылып тұр. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл жай ғана қолданушы енгізген текстті аламыз, одан кейін барып мына шаблонды жүктейміз. Жүктеген кезде бірінші файлды жүктейміз, соның ішіндегі текстті аламыз. Сол тексттің ішіндегі мына task дегенді мына қолданушы енгізген текстке, яғни мына жерге жазылған текстке замена жасап, экранға шығарамыз. Яғни бұл сондай қызметті атқарады. Енді келесі задача ол былай. Мына жерде пустой строка тұр. Сол пустой строка басқан кезде міне мына жерде пустой бірдеңелер шығады. Бұлай болғаны бізге керек емес, сондықтан бізге проверка жасауымыз керек. Проверканы біз осы жерге жасайық. Яғни task текст тең болатын болса, пустой строка, онда return просто.
міне ештеңе болмайды. Яғни мына функция орындалады. Мына жерге тексеріс жасайды. Егер мына пустой болған жағдайда не істейді? Алады да просто пустой return қайтарады, әрі қарай мына орындалмайды деген сөз. Енді міне дәл осылай кетеді. Енді келесі задача ол былай. Мына жерге біз задачаны жаздық, бірақ мен қазір Enter деген кнопканы клавиатурадан басатын болсам, нафиг ештеңе қосылмайды мына жерге. Бұл жақ әрине өте жаман, сондықтан біз соған обработка жасайық. Енді JavaScript-те де оны обработкалау үшін біз былай жасай аламыз. Документ add event listener key-up. Мына жерге кетеді. Қысқасы, бұл жерде мынадай. Біз мына жерге listener қосамыз, яғни бұл тыңдайды. Біз мына жерде key-up деген батырманы басқан жағдайда обработка жасалады. Мысалға, мына жерге консольге шығарайық. Бұл жерде key-up бар, key-down бар, олардың именно қандай разницасы бар екенін документациясынан қарап көрсеңіз болады. Пока что біз осылай жасайық. Мына жерге міне осылай текст шығарамыз консольге. Қазір бізде былай болады. Кез келген кнопканы басатын болсақ, бізде осылай кетеді. Басып тұрамыз, жіберіп қалған жағдайда міне кетеді. Key-up деген, яғни осындай. Міне осылай. Ал енді бізге жай ғана Enter дегенді басқан кезде орындалу керек. Мысалға, мен қазір Enterді басып тұрмын, бірақ бізде кез келген кнопкаға обработка болып тұр. Бұл әрине жақсы емес, сондықтан біз былай істейік. Мына кез келген кнопканың өзінің жеке коды бар. Біз жай ғана тексереміз. Key код деген бар, 13-ке тең болса, әрі қарай add task деген функция орындалады. Мына жерде көріп тұрғанымыздай үстін сызып тұр. Бұл деген сөз key-code деген қазір актуалды емес, оның бір новый версиясы шықты, сондай бар деген сөз. Оны документациясына мен қараған жоқпын, мен әзірге осындай ескі методты қарастырам. Бұл да жұмыс жасайды деген сөз. Енді біз осыған кіреміз, қандай да бір Enterді басамыз, көріп тұрғанымызда ештеңе қосылмайды, себебі мынау пустой строка, жаңа біз обработка жасадық. Егер Enterді басатын болсақ, міне осындай задача қосылып тұр. Яғни бәрі сәтті орындалып тұр деген сөз. Просто біз кнопка басқан кезде мынау орындалады, и сол кезде мына жерде біз тексереміз. Біз қандай кнопканы бастық? 13 деген, мына Enter деген кнопканың коды бұл 13-ке тең. E деген кнопка бар, D деген бар, оның әрқайсының кодтары бар өзінің. Оны басып, мына жерге консольге шығарып көрсеңіз болады. Мысалы, console log key-code деген бар. key-code деген шығаратын болсаңыз, мысалға мен қазір дегенді бастым, міне 69 деп шығарып тұр. P-ны бастым 80, Enter бастым, міне 13-ке тең Enter'дікі. M-ді бастым 77, яғни міне әрқайсының өзінің жеке коды бар. Осылай обработка жасауға болады. Мысалға жай ғана Enter емес, айталық там tab дегенді басқанда соны орындалатын етуге болады. Ол tabтың коды міне 9-ға тең. Немесе ESC бар 27-ге тең. Яғни бұл дәл солай жұмыс жасайды. Енді бізде тағы бір проблема бар. Ол біз задачаны жаздық, Enterді бассақ, мынау кетіп қалу керек. Себебі бұлай болғаны өте нелогично. Ол үшін біз не істейміз? Бір жай ғана аламыз, passset task element дейміз. Мына жерден бәрі қосқаннан кейін, біз просто мына қосылғаннан кейін, немесе мына жерге жаза салуға да болады. Осылай, value тең болады пустой. Яғни мынаның значениесін біз аламыз, алғаннан кейін мына жерге тексереді, одан кейін барып мына жерде пустой қылып жібереді. Ол былай. Яғни бәрі нормально деген сөз. Енді келесі бізде задача ол жою деген кнопканы істейік. Мынаны басқан кезде именно осы ғана жойылып кету керек. Ол үшін мен не істеймін? Бірінші task item дегенге барам. On click және delete task деген функцияны орындайды и this дейміз. Одан кейін біз мына жаққа жаңадан функция қосайық. Ол функция әрине қалай аталады? Delete task деп аталады. Және Біз мына жерге не үшін this деп жаздық? Қысқасы, біз мына жерде
жою деген мына жерде 3 задача бар деп алайық. Егер біз жою дегенді басатын болсақ, осы элемент туралы ақпаратты біз мына элементі арқылы аламыз. Егер мына жерге біз this деп жазатын болсақ, онда мына жерде ештеңе берілмей қалады деген сөз. Біз жай ғана дейміз, яғни деген элемент деп жазсақ болады. Бұл элемент егер мынаны басатын болса, мына жерде екеу болатын болса, мынаны басса, мына элементке тең, осы полный, мынаны басатын болса, мына элементке тең. Енді біз жазайық. Элемент, parent элемент, remove деп жаздық. Бұл қалай жұмыс жасайды? Көрейік. Жоюды басам, окей, good. Жоюды басам, окей, жоюды басам, окей. Енді бұл қалай жұмыс жасайтын түсінуге тырысайық. Мына элемент алады. Осы элементтің parent элементі бар. Яғни parent элемент деп отырғанымыз бізде мына элементті алады. Егер біз parent элементті емес, мынаның өзін ғана жоятын болсақ, онда мына жай ғана өзі кнопканың өзі кетіп қалады. Ал бізге мынау осымен бірге жою керек. Сондықтан біз parent элемент дейміз. Мынау болады. Осыны баста. Сол кезде parent элементті ал дейді. Parent элемент мынау. Осыны алады да жойып жібереді, и мынаның өзі де жойылып кетеді. Ешқандай проблема жоқ. Осылай жойылады. Енді келесі задача бізде мына жерде мына задачалардың санын шығару. Мынаны қосқан кезде ол өсу керек, мынаны жойған кезде ол азаю керек. Ол үшін біз не істейміз? Бізде мына жерде task count деген идентификатормен осы тұр. Біз осыған доступ алуымыз керек. Ең жоғарысына жазып қояйық. Task count тең болады документ get element by ID және біз осыған доступ аламыз. Және біз функция қосайық. Бұл функция update task count деп аталады. Task count value жоқ, value емес, inner text тең болады окей деп жазайық. Бұл функция орындалу керек, егер қандай да бір элемент қосылған жағдайда, немесе қандай да бір элемент жойылған жағдайда осы функция орындалады. Бұл қалай жұмыс жасайтынын көрейік. Басамыз, сол кезде окей деп шықты. Бірақ бізге окей деген орында тапсырма саны дейміз, екеу деп шығару керек. Екеу себебі бізде мынаны жойған кезде біреу и 0 болып қалады. Немесе 0 болса тапсырма жоқ деген сияқты тексттерді шығаруға болады. Ол үшін біз не істейміз? Өте простой. Бізде task list элемент деген бар. Тапсырма саны деп жазайық. Тапсырма саны плюс child element count. Просто child element count деп аламыз. Бізде пока что ол 0. Қосамыз. Тапсырма саны 1. Тапсырма саны 2. Тапсырма саны 3, 4. Жоямыз 3. Осылай. Тапсырма саны 0-ге тең. Бұл child element count деген нені білдіреді? Бізде task count деген бар. Ол міне мынаған тең. Task list деген бар. Ол міне осыған тең. Просто біз мынаның ішінде child деген мына жерде қандай да бір тегтер, элементтер қосылады. 1, 2 осылай кете береді ме? Яғни бір задача қосқан кезде 1 кетеді, 2, 3, 4. Біз осылардың санын жай ғана есептейміз. Сол арқылы бізде қанша задача бар, соны есептеуімізге болады. Әрине басқа да жолдар бар. Біз пока что осылай өте простой жолын алайық. Бізде міне қарапайым to do приложениені JavaScript арқылы осылай жасадық. Мына жерде бізде 2 деп тұр. Егер 0 болған жағдайда тапсырма саны 0 деп тұр. Ал 0 емес, бізге бұлай жасаған қатты қызық емес. Тапсырмалар жоқ деген текстті шығаруымыз керек. Шығарып қояйық. Ол үшін біз не істейміз? Жай ғана мына жерге constanta task count деп жазайық. И бұл осыған тең. Егер task count тең болмаса 0-ге, егер тең болмаса 0-ге, ондай жағдайда ол осыған тең. Міне мынаған тең. Ал басқа жағдайдың бәрінде inner text
inner text деген яғни мына task count, соның ішінде мына текст түрінде. Тапсырмалар жоқ. Міне осылай жаздық. Мына жерде де кішкене нөл емес, тапсырмалар жоқ деп қояйық. Бәрі бірдей болып тұру үшін. Тапсырмалар жоқ, және міне осылай жаздық. Бізде кішкене проблема шығарып тұр. Мен ошибканың қай жерде екенін түсіндім. Себебі мына жерде task count деген бұл айнымалы осыған тең. Біз мынаны да task count дедік. Бүйтейік, added task count деп жаздық. И added task count және мынау да added task countқа тең. Сондай жағдайда бізде міне тапсырмалар саны 1, тапсырмалар саны 2, тапсырмалар саны 3. Қайттан жоятын болсақ, тапсырмалар міне мына жерде жоқ деп тұр.